Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерменен творог қосылған пирог пісіретін боламыз. Көп азық-түлікті де қажет етпейді. 3-4 қана заттан тұрады құрамы. Сондай ауызда еритін керемет пирог болып шығады. 4 жұмыртқамызға 200 грамм қантымызды, 1 шымшым тұзымызды қосып, жақсылап тұрып шайқаймыз. Мынандай электрический венчикпен шайқағандарыңыз дұрыс болады. Жақсылап тұрып көпіршітіп шайқасақ, қамырымызда сондай көтеріліп шығады. Оған 120 грамм майымызды қосамыз. Және де жақсылап тұрып шайқаймыз. «120 грамм айранымызды қосып, тағы да жақсылап шайқаймыз. Осындай электрический венчикпенен жақсылап көпіршітіп шайқап отырсаңыздар болады. Енді 300 грамм ұнымызды 2 бөліп, осылай шайқап отырамыз. Бұл жерде қолдың күші де шылай көп кетпейді. Осылай венчикпенен электрический шайқап отырсаңыздар, қамырымыз бір келкі болып шығады, және пирогымызда жақсы көтеріліп шығатын болады. Енді үстінен 8 грамм қопсытқышымызды қосып, және де жақсылап шайқап жібереміз. Мінекей, құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көріп, қоңыраушаны басып, маған тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Енді 300 грамм творогымызды алып, оған 1 жұмыртқа қосамыз. Ванилин 8 грамм қосамыз. Және 3 ас қасық қант пудрасын қосамыз. Міне осыларды қосып, жақсылап тұрып шайқаймыз. Көпіршігенше шайқау керек. Неке осындай әппақ масса болғанша шайқап алсаңыздар, пирогтарыңыз әдемі боп көтеріліп шығады. Енді жаңағы дайындап алған қамырымызды осы духовканың табақшасына құйып шығамыз. Бір тегіс етіп. Қолымызбен кішкене сілкілеп қойсақ болады, тегіс болу үшін. Енді мынандай кондитерлік қалтаның көмегіменен осылай бетіне жаңағы жасаған творожный массамызды құйып шығамыз. Бір тегіс етіп жауып тастасаңыздар да болады негізі. Мен осылай құйып шықтым. Сопақтау, кеңдеу ыдысқа құйып жасауға да болатын екен. Мен енді басында осындай домалақ табақшаға құйғаннан кейін ауыстырмадым. Енді 180 градус қызып тұрған пешімізде 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, біздің әдемі қып-қызыл творог қосылған пирогымыз дайын. Сондай иісі керемет аңқып тұр. Көпте азықты қажет етпейді, өздеріңіз байқадыңыздар. Қалауларыңызша бетіне осылай қант ұнтағын сеуіп қойсаңыздар болады. Қазір міне кесіп көрсетейін. Қандай әдемі боп көтеріліп шыққанын көріңіздер. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көріп, маған қолдау білдіргендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Менің келесі шығатын видеоларымды үзбей көріп, лайк басып, маған тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар.
Шайларыңыз дәмді болсын, үйлеріңізден ас кетпесін. Дастархандарыңыз берекелі, үйлеріңіз мерекелі болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.